Саламатсыз ба? Сізді Қазақстанның Конституция күнімен құттықтаймын. Заңы мықты елдің іргесі мықты деп айтамыз. Жыл сайын халық игілігі үшін қаншама заңдар, құжаттар қабылданып жатыр. Алайда мемлекеттік тілде заң жазуға не кедергі? Армысыз. Мемлекеттік тілде заң жазуға, қабылдауға атап айтатындай кедергі жоқ. Негізгі кедергі біздің елде тіл туралы заңның көп нормалары қазіргі біздің сұранысқа сай емес. Ол жердегі тіл мәртебесі қазір өте төмен, сондықтан тіл туралы заңға өзгеріс еніп, тіл мәртебесі жаңағы көтерілмей, тіл үстемдігі болмай, мемлекеттік тілдің үстемдігі болмай, бізде мемлекеттік тілде заң жазу қиындау болып тұр. Ал тіл туралы заңға түзету енгізу керек пе? Түзету енгізу керек. Өйткені тіл туралы заңның Қазақстан Республикасы Конституциясы нормаларымен сәйкес келмейтін тұстары өте көп. Тіл туралы заңда мемлекеттік тіл, қазақ тілі деп аталып отыр, бірақ бүкіл заңның тақырыбын мәтінін алып қарағанда қазақ тілі деген сөз 3-ақ рет кездеседі. Ал орыс тілі деген сөз 18 рет көрсетілген. Қалай мемлекеттік тіл қазақ тілі бола отырып, онда тағы ресми қосымша орыс тілі жүреді. Бірде-бір мемлекетте мынандай қосарланған тіл деген жоқ. Ол біздің елде ғана бар. Сондықтан жай қарапайым адам заңды ашып қараған кезде көзіне түсетін ең бірінші орыс тілі деген сөз. Сондықтан олар бізде мемлекеттік тіл орыс тілі деп, орыс тілінде сөйлеуге бәрінен талап ететін себебінің бірден бірі сол деп түсінемін. Неліктен осы заңның қазақ тіліндегі нұсқасы қарапайым жұртқа ұғынықты бола бермейді? Бұл сұраққа жауап берердің алдында мен жаңағы тіл туралы заңға қайтадан оралғым келіп отыр. Өйткені тіл туралы заңда жаңа атап өттім де, қазақ тілі деп 3-ақ рет, орыс тілі 18 рет, және орыс тілінің өзінің дербес бір статусын айқындайтын 5-ші бабы бар. Конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі, одан кейін онда да айтылады, ресми түрде мемлекеттік органдар мен жергілікті атқару органдарында орыс тілі қазақ тілімен қатар қолданылады деп отыр. Сонымен қатар қазақ тілін қолдану аумағын айқындап келіп, қазақ диаспорасы деген сөз бар заңда. Қазақ диаспорасы, диаспора деген сөз, жаңағы жаңылмасам, қазақ диаспорасының өзінің тілін сақтауға жаңағы көмектесуге міндетті деген сондай бір норма бар. Бұл тіл туралы заңда. Конституциямен бірден бір қайшы тұсы осы. Содан кейін қазақ неге өз елінде, өз жерінде диаспора болады? Диаспора деген ұғым осы заңның 1-ші бабында көрсетілгендей, ол өзінің туған жерінен, елінен сыртта жүрген этностық қауымдастық. Ал біздің елдің негізгі халқы қазақ халқы ғой. Сондықтан қазақ халқына диаспора деп арнап нормада көрсетілген, бұл ең бірінші үлкен қателік. Сондықтан да ол заңнан мүлдем алынып тасталу керек. Диаспора деген сөз келмейді. Енді неге ол қарапайым халыққа ұғынықты заңдар жоқтың қасы, оны түсінеміз. Ол орыс тілінде де жоқ. Орыс тілінде де ұғынуға келмейтін заңдар бар, қазақ тілінде де бар. Біздерде қазақ тіліне аударылатын заңдар калька переводтар. Калька түрде аударғанда мағынасы жойылады. Біздер заңгерлердің өзі бір норманы жаңадай түсіндіріп, тәжірибеде қолдану үшін бірнеше рет оқып, оны қайтадан өзіміз түсіндірудің, енді заңгер біздерде оған арнайы үйреткен заңды оқу, түсіне білуді. Сонда ғана не сұрап тұрғанын түсінуге болады. Ал қарапайым халыққа әрине ол ұғынықсыз болады. Неге? Тағы да негізгі заң орыс тілінде қабылданады. Орыс тіліне кірген термин ұғымдар біздердегі шетелден алу, соларды жапсыру дейтін өте көп. Тағы атап өтетін нәрсе біздегі заң, қай заңды алып қарасақ та ол шұрқ тесік. Бір сұраққа жауап табу үшін кем дегенде 10 шақты заң нормаларын
ақтарып қопарып жауап іздеу керек. Шашып тастаған және бөлшектеп әртүрлі нормаға шашып тастаған заңды заңгерлер қиналып отырғанда қарапайым халық қалай түсінеді? Заң қалай жазылды, ол солай түсініп, солай жаңағы жүзеге асу керек, солай қабылдану керек. Бәлкім сол заңды түрлі мақсатта пайдалану үшін әдейі осындай екіұдай пікірмен жазылған шығар. Ол бар. Бізде заң қабылдаушы орган, менің соңғы кезде жиі айтатын бір баламан бар. Біздің заң қабылдаушылардың алдында Күлбикештің өгей шешесі кәдімгі періште деп айтам. Өйткені ол кісі бүкіл жаңағы тары, арпа, бидайды бір бөлменің ішіне шашып кетсе, біздікілер бүкіл Қазақстанның аумағындағы барлық саладағы заңдардың аумағына шашып тастаған. Ішіндегі кейбір заңдарды алсақ, олар белгілі бір топ. Солардың ғана мүддесінде жазылған заңдар. Өзгерту, толықтырулар тек сондай бір топтың ғана мүддесінде өзгертіліп жатады. Бұл туралы біз басқосуларда айтып отырмыз. Егер де мысалға келтіретін болсам, мынау соңғы кездері Қазақстанның 3 мегаполисі Алматы, Астана, Шымкент аумағында кәдімгідей талқылауға салынып, бір дау тудырып жүрген саудаға қатысты заңнама. Онда 10-шы сауда жүргізу тәртібі туралы заңның 10-шы бабының 2-5 деген тармағы бар. Ол тармақта әмбебап сауда орны қандай болу керек? Түсініктемесінде 3 мегаполиста сауда орны стационарлы емес, автодүкендерді қоспағанда сондай орындардан тұрады деген тек түсініктеме бар. Енді осы баптың күші қазір 2013 жылғы енген түзетуден кейін 2015-тің 31 желтоқсанына дейін президент қол қойған заңмен тоқтатылып отыр. Енді заңды оқып түсіндірген кезде жаңағы атап өтетін жайт, облыс орталықтарындағы баламада автодүкен деген алынып тасталғанда тек 3 мегаполиста бар. Бұл деген мынау кәдімгі фургоннан тауарын сататын кәсіпкерлердің мүддесінде тоқтатылып отырған заң. Оны осылай деп атауда мен жаңағы оны дұрыс деп есептеймін, өйткені тек қана түсініктеме беретін баптың заңменен күшін тоқтатуға басқа негіз жоқ. Сонда басқа кәсіпкерлер, олар кім қалай түсінеді, сол заң аумағында жұмыс істеу керек. Ал автодүкен, автолавка дейміз ғой, фуралармен таситын өнімдер, оның иелері өз жұмыстарын жалғастыру үшін осы заңның күші тоқтатылып отыр. Бұл жерде қай заңды алып қарасақ, әрқайсысына сараптама беретін болса, барлық заңнан осындай олқылықтарды табуға болады. Бізде шағын және орта бизнесті, жеке кәсіпкерлер арасындағы әділ бәсекелестікті қадағалайтын нақты заң бар ма? Ондай нақты заң жоқ. Бар болғанда жаңа бөлшектенген заңды, оның бәрін жинақтап бір жүйеге келтіретін ондай мүдделі топ тағы жоқ. Сондықтан да жергілікті атқару органдары кәсіпкерлерге қатысты өздерінің қандай ұстанымын ұсынады, кәсіпкерлерден соны талап етеді. Бұл жөнінде атап өтетін болсам, 2015 жылдары мынау сауда орындарын модернизация деген бір компания ашылды. Жүргізіліп жатыр. Бірде-бір заң болған жоқ. Ол модернизация қалай өту керек, бірақ мынау әмбебап базарлардың бәрін сауда үйлерін салып көшіру туралы талап қойылды. Бұл талапты қойып отырған жергілікті атқару органдары, ал заңсыз ондай үлкен жаңағыдай іс-шараны өткізу мүмкін емес қой. Бұл деген бірден бір. Жаңағы сол жерде өз орнын сақтап қалғысы келетін кәсіпкер, ол жергілікті атқару органымен келісу керек, рұқсат алу керек. Одан кейін министерство, жаңағы сауда министрлігі ел шулай бастағаннан кейін жаңағы жол картасы дегенді ойлап тапты. Ол тек министрдің қана өзінің бекіткен жол картасы. Жол картасы деп ол кәдімгі елдің құлағына сіңіп қалған жол картасы бағдарламасына мүлдем сай келмейді. Өйткені жол картасында көрсетіліп отырғаны әр базар өзінің жаңағы сауда үйін қандай мерзімге дейін салуға мүмкіндігі береді.
мерзімді ғана анықтайтын қағаз. Бұл деген нағыз бейбастақтықтың бір түрі, өйткені заңды түрде талап қоя алмайтын жерде әрине коррупция орын алады. Бармақ бастысыз ол мәселелер шешілмейді. Енді мұндай шикі заңдардың ішінде тағы мынау жалпы халықтың бәріне ортақ автокөлікпенен жолаушыларды және багаж тасымалдау туралы қағида бар. Оның 8-2 деген пунктінде мынау жасы кәмелетке толмаған балаларды жол ақысынсыз жүрген жағдайда түсіріп тастауға болмайды деген тыйым салатын норма бар. Осы норманың өзіне 2 рет өзгерту енгізілді. Заңды түрде енгізілді, бірақ норманың мәтіні өзгерген жоқ. Өзгертілді деп жүргізушілердің арасында қазір біз ондай жайттар кездесіп жатыр. Мектеп оқушыларын жол ақысын төлемедің деп түсіріп кететін жайттар көп. Содан кейін айыппұл салу деген орын алып жатыр. Енді ана жүрген бақылаушы контролерлар, олар айыппұл салуға олардың құзыры жоқ. Олар полиция қызметін шақырып қаттама толтыру керек. Оны ешқайсысы білмейді. Ана жерде біреу 25-ші бап дейді, біреу тағы бірдеме бап дейді. Қоғамдық көліктің іші айғай-шу, жанжал, тіптен жүргізушіге қол көтеруге дейін барады. Бұның бәрі заңды түрде реттелмегендіктен. Мұндай олқылықтар өте көп. Енді оның бәрін жүйеге келтіру үшін білмеймін қанша жыл уақыт кетеді. Жалпы қоғамның қарсылығын тудырған, әйтсе де қабылданып кеткен кейбір заңдар туралы не айтасыз? Біздің еліміздегі заңдар мен қоғамның талап тілегі неге тым алшақ? Бізде қазір басқару жүйесі мен халық арасында жалпы қарапайым қарым-қатынастың өзінде алшақтық пайда болғанына біраз уақыт болды. Мен оны жай ғана алшақтық емес, шыңырау деп айтар едім. Өйткені билік өзімен өзі, халық өзімен өзі. Қаншама наразылық тудырған заңдар наразылыққа қарамастан оның бәрі қабылданып кетіп жатыр. Олардың қабылданғаны, қандай өзгеріс енгізілгені, толықтыру қалай енгені, оны біз заң қабылданып бекітілген кезде ғана көріп жатырмыз. Ал енді шала түрде қабылданған заңның салдары өте үлкен. Зардап шегіп жатқандар көп. Бұл жерде менің бір атап өтетінім осы соңғы өзгеріс Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 492 бабы. Онда уақытша орында уақытша тіркеуге тұру міндеттелген. Бұл деген мысалға біз Қазақстанның кең жеріндегі қазақ елі, ағайын тума, бір-біріне келіп, енді ең қарапайым мысал болса да, ата-анасы баласының үйіне келді, бір айдан астам жатты ма, баласы оны сонда тіркеуге қою керек. Ол міндетті. Тіркеуге қою үшін ол кәдімгідей бір процедура өту керекті. Ал егерде ол 10 күннен артық тіркеусіз отырса, ескерту, бір айдан асса айыппұл төлеу керек. Бұл жердегі заңдағы дұрыс емес тұсы, дұрыс түсіндіруге жатпайтын тұсы, миграция туралы заңға сілтеме жоқ. Ішкі мигранттар деген, ол деген басқа өңірден жұмыспен осы қалаға келіп жатса, сонда ғана қолданылу керек. Ал бір Алматының Алатау ауданынан, мысалға осы Бостандық ауданына келіп, осында 10 күн тұрған үшін протокол толтырып, қаттама толтырылып, ескерту алу, айыппұл төлеу, бұл қисынға келмейтін дүние. Бірақ ондай заңдар бар. Ал заң қалай жазылды, солай қабылданатындықтан айыппұл салынады. Әрине, адамдардың наразылығы бұл бойынша артады. Өйткені неге ол келіп өзінің туыстарының үйінде қонақтап жатқан үшін айыппұл төлеу керек. Бұл деген халықтың қалтасындағы соңғы тиын қағып алуға бағышталған норма емес пе? Бұл туралы да айтылып жатыр, бірақ әзірге тыңдар құлақ жоқ. Кезінде арнайы орындықсыз жас баланы көлікке отырғызбайтын, қайыр сұрап тұрған қайыршыларға 10 000 теңге айыппұл салатын, көшеде көлік шамын күндізде жағып жүруді міндеттейтін, басқа да көпшіліктің қарсылығына ұшыраған біршама заң бар. Қарапайым адамның қалтасын қағатын осындай заңдарға өзгерту, түзету енгізуге бола ма? Болады.
олардың күшін жою керек. Олардың күшін жою керек, өйткені заң қалай жазылды, ол солай түсіндіріліп, солай жүзеге асырылу керек. Ал енді жол жүру туралы ереже бар. Сол жерде бәрі қамтылған, оның үстіне қайтадан жаңағы шамды жағып жүру. Айтып отырғаның бәрі ол абсурд та, мынау қисынға келмейтін, ақылға қонбайтын дүниелер. Жаңа автокөлік, қоғамдық көлікпенен жолаушыларды багажды тасымалдау туралы қағиданы айтып отырмын ғой. Қазір сол мектеп оқушылары егерде жол ақысын төлемесе, ата-анасына айыппұл салу керек дейді. Оны кім тергеп тексеру керек, кім анықтау керек. Егерде көп балалы ана тамаққа ақша таба алмай отырса, ол баласының картасындағы тиынның таусылып қалып жол ақысын төлей алмаған үшін неге кредит алып айыппұл төлеу керек? Қисынға келмейді ғой. Мұндай қисық, қыңыр нормалардың мүлдем күшін жою керек. Өйткені заң бізде Конституцияда көрсетілгендей, ол үкіметтің, биліктің біздегі халыққа қызмет етуіне ыңғайланып қабылдану керек. Конституцияда анық көрсетілген ғой. Халық бастамасы, мемлекеттік биліктің бастауы халық. Барлық заңдар, бүкіл әрекеттердің бәрі сол халықтың мүддесін, жаңағы заңды құқықтарын қорғауға бағышталу керек. Ал мынадай заңдар, олар Конституцияға кереғар. Сондықтан да ондайлардың күші жойылу керек деп есептеймін. Ал өнімнің азық-түлік сапасы мен қауіпсіздігін қорғау туралы заң іс жүзінде жүзеге асып жатыр ма? Ең бір ауыр сұрақтардың бірі, біздің елде қазір өндіріс жоқ. Оны мойындау керек. Аграрлық сектор әйтеуір өлместің күнімен жүр. Сондықтан мынадай жағдайда бізге сырттан келіп отырған тауар көп. Қайда барсақ та азық-түлік, киім, оның бәрі сырттан келіп жатыр. Сырттан келген дүниені бақылауға алатын тағы да бізде ол тиісті деңгейде бақылау жүргізе алмайды біздің органдар. Неге? Тағы да ең бірінші себебі бұның бармақбастылық. Екіншіден, екі ортадағы мемлекет арасындағы келісім шартта қамтылған болса, біздікілер қабылдады, мерзімін жіберіп алса, ол тауарды қайтара алмайды. Ол кезде уже екі мемлекеттің арасындағы дауға айналып кетуі мүмкін. Мына тәжірибемде кездескен бір жайт бар, мынау вейп темекілерді тартады ғой көбіне. Соған алынатын сұйықтық негізінен бізге Ресейден келеді. Ресейден келген сұйықтықтың қорабында бәрінде мерзімі өтіп кеткен. Соны біздің кеден саласы бері қарай өткізеді. Бүкіл қажетті соманың бәрін төлегеннен кейін, мына жақта ол уже қайтадан сатылымға шығады. Нағыз заң бұзушылық. Оның ішіндегі сапалы сұйықтық па, әлде шын мәнінде мерзімі өтіп кеткен сұйықтық па? Оның біздегі соны қолданған адамдардың денсаулығына зиянның мөлшерін, түбі салдары қандай болатын, оны бағалап жатқан бірде-бір сараптама жоқ. Ал бұл бизнес осы уақытқа дейін жүріп келді. Қазір тиым салғанмен өзіміз көріп отырмыз, әлі тоқтаған жоқ. Сондықтан да көбіне мынау жаңағы заңға қиғаш өзара келісімменен заңсыз кіріп атқан тауарлар көп. Оның бәрін жаңағыдай есепке алып, бағалап отыратын ондай мүмкіндік қазіргі уақытта жоқ. Ал қазір осы мынау шағын және орта бизнеске қатысты шығып жатқан заңдар ол жемісін беріп жатыр ма? Жемісінен салдары көп. Салдары көп, өйткені жаңа сауда ісін реттеу туралы жаңағы заңда сілтеме айтып өттім ғой. Сол секілді біздегі бизнесте бір жоғарғы слой ірі мөлшерде жаңағы айналымға тауарын салып үлгерген, нық тұрған белгілі бір топтың бизнесі олар жүріп жатыр. Жаңағы айтып отырған модернизацияның өзі солардың мүддесінде деп айтуға болады. Өйткені сауда үйін тұрғыза алмаған кәсіпкерлер талап заңсыз болса да, олар өз қаражаттарын салуға мәжбүр. Оның салдары
Осы Алматының өзінде қазір кәдімгідей қоғамдық резонанс шақырып отырған бірнеше базар бар. Ақшаларын салған, Евразия деген сауда үйі бар. 5,5 миллион доллар ақшаларын кәсіпкерлер салды, ал жаңа сауда үйінің иесі Ресей азаматтығын алып, Ресейге көшіп кетті. Одан кейінгі келгендер қазір өз талаптарын қойып отыр. 5,5 миллион салған кезде өзінің меншік иесімін деген кәсіпкерлер қазір соттасып жүр. Қылмыстық іс бір орыннан қозғалған жоқ. Бұны салдар деп айтпағанда басқа қалай атаймыз? Сол сияқты дауласып жатқан өзге базарларда жеткілікті. Рахат базарының дауы 6,5 жылдан асып кетті. Кенжехан бір базары, қанша базарлар шыдамай осындай неге жабылып кетті. А кәсіпкерлердің бәрі далада қалды. Ол кәсіпкерлер далада қалғанда олар барып өз мамандығымен жұмысқа тұратын, бізде не өндіріс орны, не завод, фабрика жоқ. Ол жұмыссыздықтың санын арттыратын жағдай осындай заңсыз жаңағы заң аумағындағы нигилизм дейміз, сауатсыздықтың салдарынан орын алып отыр. Және соңғы бір талқыланған заңнамаларда мынау көшеде тұрып өзің жаңағы тауарын сатып отырған, көбіне апалар саяжайдан әкелген өнімдерін сатып алып отырады. Сөйтіп отырғандарға оларға да әкімшілік жауаптылықты бекітіп отыр. Енді сырттан келген, Өзбекстаннан келсін, басқа жақтарынан келген қызанақты алайық. Олар оптом келгендіктен бағасы кішкене төмен болар, ал саяжайында өз өсірген қызанақтың бағасын әлгі апа өз қояды. Сол 5-6 қызанағын отырып сатып, өзіне нан мен қантқа ақша тапқан үшін ол кісі тағы айыпты болу керек. Бұл тағы да тек қана наразылықпенен заңның дұрыс қолданбауының салдарына әкелетін жайттар. Ондай жайттарды тізе берсек, білмеймін, өте көп. Ал тұтынушылардың құқығы қаншалықты қорғалған? Енді тұтынушылардың құқығы бәріміз білеміз. Ең бірінші, сатып алушы 14 күнде егер де ұнамаса қайтара алады деген елдің бәрі жатқа білетін норма бар. Оның қосалқы жайттары бар, қамтылмаған заңда. Жаңағы заводтан жіберілген ақау болса, дер кезінде анықтамау, уақыт өтті деп қайтарылмай қалу, ол салдар ғой, тұтынушының құқығын бұзады. Оны дәлелдеу үшін тағы да ол әуре сарсаңға түседі. Тағы біреуі қазір мінекей мына 1-2 күнде көріп қалдым, Қытайда базар өліп жатыр, сондықтан бәрі интернет саудаға көшу керек деп. Интернет саудаға көшу керек дегенде мен әкімдік аузынан 2018 жылы ресми түрде айтқандарын естіген болатынмын. Енді интернет саудаға көшкен деген ол да тұтынушының құқығына қарама-қайшы дүние. Не себептен? Өзі алатын тауарын көріп, өзі бағасын бермей алған дүниені ертең ол қалай қайтарады? Сапасы дүние келсе, ашып қайтарады, қайтарған үшін почтаға тағы ақша төлейді. Бұл жерде тағы да тұтынушының құқығы зардап шегеді. Мынау масштабты түрде жаңағы автокөлікке қатысты, не болмаса басқа сырттан келетін аумақты дүниелерді айтпағанда, қарапайым ғана қазіргі күнделікті айтылып, жарнама жасалып, бәрі интернет саудаға көшсін деген, оның салдарының өзі жеткілікті. Сондықтан мұндай жаңалықтарды Қытайда базардың қалы мүшкіл болып жатса, бізде Қазақстанда біз олардан озып кетуіміз деген бір ойды ортаға салу сауатсыздықтың ең шыңар жаңағы биігі сол болар деп ойлаймын. Біз өз тұрмыс салтымызға қарай қабылдауымыз керек заңды, басқа елге еліктемей. Жалпы бүгінгі таңдағы тұтынушылардың құқығына, жалпы халықтың құқықтық сауатына қаншалықты баға беретін едіңіз? 10-нан 1,5-2 берер едім. Неліктен? Өйткені халықтың жалпы құқықтық сауатсыздығы орынсыз, халықтың өзіне ыңғайсыз, оның мүддесіне қайшы заңдарды қабылдауға негіз болып отыр. Өйткені нақты айтатын дәйектері жоқ. Заң қабылданғаннан кейін барып, бастарына түскеннен кейін барып айғайласа бастайды, наразылық білдіре бастайды, жанжал туады. Ол салдарымен күресу қабылдау кезіндегі пікір білдіргеннен
қиындау. Ал негізі осы заңгерлер өзгенің құқығын қорғауға тырысады, сол үшін атсалысып жүр. Ал заң бойынша осы заңгерлердің өзі қорғалған ба? Қорғалса, менің әріптестерім абақтыға түсіп, түрмеде отырмас еді. Өйткені бізде қазір енді бұл аксиомаға айналып бара жатыр. Қандай мәселе шешсе де бармақ басты бірінші орында алып отыр. Содан кейін әр заңгердің, заң консультанты болсын, адвокат болсын, мынау осы саладағы репутациясы, алдағы мәртебесі өзіміздің клиенттердің қаламының ұшында тұрады. Шағым жазса, біз кінәлі болып шыға келеміз, заңгерлердің өзі. Сондықтан олардың өздерінің құқығы тиісті дәрежеде қорғалмаған. Ол қорғау үшін бізде заң үстемдігі болу керек. Заң үстемдігі болу үшін бізде ең бірінші ұлттық идеология болу керек. Бұл мәселелердің бәрі заң аумағында бекітілмей, нақты мынау іс жүзінде жүзеге аспай, біз бұл салдарлармен түзететін реформалар бізге нәтиже бермейді біздің елде. Енді жалпы алып қарасақ, өзімізде байқап жүрміз ғой, қонақта, дастархан басында бәрі телефонда отырады. Бір-бірімен қашан қайтамыз, хабарлама жазып отырады. Адамдарда өзара мынандай қарым-қатынас жоқ. Бұл сауатсыздықтың бір белгісі. Өйткені адаммен сөйлесу үшін өз ойын тілмен жеткізе білу керек. А тілмен жеткізу үшін оған білім керек. Ол білімді қайдан? Кітаптан аламыз. Кітап оқитын адамды біз өте сирек кездесеміз. А телефоннан дау-дамай, жанжалды қарауға бәрі шебер. Сосын мынау әлеуметтік желідегі пікір таластарды саралап қарасаңыз, біздің қазақи контенттің деңгейі өте төмен. Біз дау-дамай, мынау отбасындағы жанжал, не болмаса біреудің киген киімі, ұрсып қалған, ажырасқаны, не болмаса бала тапқаны, сондай ұсақ тектен аспаймыз. Ол бізге қажеті бар ма, жоқ па? Одан бізге келіп кетер нәрсе бар ма? Оған азаматтар ешқандай баға бермейді. Әйтеуір бір сөзін, пікірін айтып қалу керек. Бүкіл іштегі айта алмай жүрген агрессияны солай шығаруға тырысады. Ал қазақи контенттің төмендігі, ол ең бірінші біздегі сауаттылықтың төмендігі. Оны біз назардан тыс қалдыра алмаймыз. Ал сауаттылық тағы да заңға және оқу ағарту саласы, соларға қойылатын талаптар. А біз қандай талап қоя аламыз? Оқулықтар оқығанмен түсінбейміз. Қазақша шұбар тілде сөйлейміз. Қазақша ойлар оқулықтардың өзінде, мектеп оқулықтарында, баланың түйсігіне сай емес, оны қабылдай алмайды. Оны оқу үшін үлкендердің өзі біз бірнеше қайтарып шығуымыз керек. Мынадай жағдайда халықтан біз қалай сауаттылықты күтеміз, біліктілікті күтеміз, білімділікті күтеміз. Қазіргі уақытта бізде жастар сауатты, олар өздері ізденген жастар сауатты. Ізденгенде олар басқа тілде ізденеді ғой. Ал біз өз діңімізден, өз тегімізден қайда барамыз? Өз жерімізде тұрып. Сондықтан да бұл мәселелерді ең бірінші кезекте осы мәселелерді шешу керек. Одан кейін барып біз ID кереміз бе, жаңағы атомный станция саламыз ба, не болмаса мынау өзіміздегі барлық табиғи жайттарды өзгертеміз ба, оның бәрі ең бірінші мына әліппеден бастау керек. Отбасынан бастау керек. Отбасының тәрбиесі тағы да ұлттық идеологиядан тарайтын бір бөлік. Сондықтан біз бұл мәселелерді қарастырып, іс жүзіне асырмай, жақсы бір керемет сауатты бір ұрпақты дәл қазір біздің буын талап ете алмаймыз деп ойлаймын. Өйткені біз ол сәтті жіберіп алдық. Әңгімеңізге рахмет, ісіңізге табыс тілейміз. Сапалы, дамыған Қазақстанда өмір сүрейік. Рахмет. Сіздерге де сәттілік тілеймін.